біздің оқырмандарымыздан түрлі сұрақтар келген екен. Мәке, 40 жасқа толғанға дейін ағылшын тілін үйрену керек, 40-тан асқаннан кейін мүмкін емес деген ойға көзқарасыңыз? Бұған негізі шын тәжірибеде, ғылымда негізі жоқ, олай емес деп жауап береді. Жалпы Стив Кауфман деген полиглотты білем, 20 тіл біледі, жасы 80-де қазір. Ол кісіні баяғыдан бері YouTube-та өз блогы бар, қарап келем. Сол айтады, мен тілдерімнің басым бөлігін, қателеспесем 12 тілін 60 жасқа толғаннан кейін үйренген ғой. Оған дейін 8 тіл үйренген. 60 жасқа толған кезде 9-шы тілімді бастадым дейді. 12 тіл үйреніп шыққан. Ол айтады, мен 16 жасымда бүйтіп тіл үйрене алмас едім дейді. Қазір мен әлде қайда жақсырақ үйренемін тілді дейді. Демек, тіл үйрену деген навыкты қалыптастырған. Өз жасы жүзде келе, ол күшейе бастаған. Ана бір әзіл бар ғой, 80-нен асқан кісі марафон жүгіреді. Енді қандай сылтау айтасыңдар десе, оның тренировкаға көп уақыты болды менен көрді дейді. Сол сияқты жас ешқандай тіл үйренуден емес, кедергі емес. Тіл үйрену үшін қабілет керек, талант керек. Немесе тіл үйрену тек таланттылардың ісі деген бір осындай көзқарас бар. Мәке? Негізі бұндай бір ғылымға бір байланысты жүйке болады. Зерттеген ғой, қателеспесем 2018 жылма 600 мың адамды зерттепті. Солардың қараған кімнің қабілеті бар тілге, кімнің тек мотивациясы бар, кім еңбектенеді, тұрса алады да еңбектенеді, бәрін зерттеген. Сөйтіп анықтапты, таланттың негізі пайдалы жері бар екен. Талант, қабілет ол бастапқы деңгейлерде грамматиканы тез меңгеріп алуға көмектеседі дейді. Ал кейінгі деңгейлерде таланттың рөлі уже төмендеп қалады екен да. Мотивация мен еңбек, тұрақтылық бір орынға шығып кетеді екен. Яғни бір жетістікке жетудегі, тілді меңгеріп алудағы маңыздырақ нәрселер мотивация мен еңбек деген нәтижеге келген екен. Егер сіз бір музыкаға жақын болсаңыз, слухыңыз болса, произношениені қабылдап алу, негатив спикерлерді сөйлеу деген мүмкіндігі жақсырақ болады деген мен де келсем. Бірақ менде бәрі керісінше болған. Басында қиналып, түсінбей бір қызық дүние айтайын. Бұлардың сөйлегенін соншалық деңгейде түсінбей, үмітімді үзіп бастаған кезде YouTube-та субтитр шықты. Автоматым ана сөйлеп жатқан адамның субтитр ретінде көрсетеді. Ох дедім да. Робот айтып жатқан дүниені қабылдап алып, түсініп, соны текст ретінде бере алса, демек менің де мүмкіндігім бар деген маған ой келді да. Содан кейін барып ары қарай үмітім өшпей, ары қарай жұмыс жасап бастадым. Сондықтан да қазір біз мувиклабты қолданатын себебім сол, өйткені кім көп тыңдаған сайын қалыптаса береді екен да. Яғни ол саған жатық болуының себебі сенің құлағың әлі үйренбеген. Және де мына сөйлемдерді біз былай күтеді ғой, біздің үйренушілер былай күтеді да сөздерді. Рет-ретмен күтеді да, мысалы I am going to деген сияқты күтеді ғой, онда емес қой. Олар сөйлеген кезде бәрін қосып жіберген кезде сен сол структураны үйреніп алсаң оңайырақ болады да, тілді қабылдау. Ойлап көрсек болады, мысалы Майкл Джексон бар ғой, сұмдық талантты әнші ғой енді. Бірақ сол Майкл Джексон сияқты талантым жоқ деп басқа ешбір адам ән айтпай қойса, не болар еді да бұл әлем. Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз. Қаншама жақсы әншілер, керемет әншілер көп қой. Бірақ Майкл Джексонның өзі тек талантымен алып шыққан жоқ, ол сұмдық еңбекқор адам болған. Сондықтан үлкен керемет деңгейге жету үшін таланттан бөлек еңбекқорлық пен дисциплинаның негізі маңызы өте зор. Кейде андай мүмкіндік деген дүниеге байланысты, талант деген дүниеге байланысты адамдарда менде талант жоқ, менде басқа жоқ деп, және адамның неше жылдық еңбегінің Б нүктесін ғана көреді да, сөйтіп ой мынаған осы оңай беріле салады дейді да. Бірақ оның ар жағындағы оның еңбектенгенін, оның қиналған күндерін біз көрген жоқпыз да, тек қана нәтижесін көріп тұрмыз. Сондықтан да кімде-кім егер нәтижеге ғана көз қаратып, нәтижеге қарай назар аударатын болсаңыз, сізде нәтиже болуы мүмкін. Ал процесс қызық болып бастаса ғана не болады? Нәтиже сол кезде ғана келеді. Осы жағын ұмытпайық. Қателіктің құны қанша? Дәл осы бір сұрақ қызық маған. Мысалы көптеген адамдарда, мысалы біз бала күнімізде болсын, біз қателік жасаған болсақ, бізге қатты ұрысқан болса, өмірде ол адамдар жаңа бір дүниені бастаған кезде сол травмалар оянып кетеді екен да. Тіл үйренуде де осындай. Егер сенің жаныңда қателігін түзей беретін немесе қателігіңді бетіңе баса беретін адам болса, мүмкіндігі барынша алыс жүру керек та. Қалай ойлайсыз, сөйлегенде қателесу ұят па? Жалпы негізі жаңа тілді үйрену ол миыңды теріс айналдырумен бірдей ғой жалпы. Ал миды теріс айналдыру ол оңай нәрсе емес. Сондықтан ол ми дұрыс қалпына келмейінше, екі тілді де қатар алып жүре алатындай деңгейге келмейінше, ол бәрібір бір этаптан өтеді, әлі толық дайын емес, әлі арасында бір сөздер дұрыс жалғамай жіберетін деңгейде жүреді. Бұны ғылымда, лингвистикада интерлангвидж дейді екен. Тілді толық меңгеріп алғанға шейін сен интерлангвидж этапында жүресің. Бәрі қаласаң да, қаламасаң да. Андай жоқ, мен бірінші мастериге жетіп алайын, сосын барып сөйлеймін деген нәрсе жоқ. Деген адамдар деңгейімді көтеріп алайын, одан кейін сөйлеймін дейді. Ал негізі деңгейіңді көтеріп алу үшін сөйлеуім керек. Былай қарасаңыз, екеуі керісінше бастайтын сияқты, себеп пен салдарды шатастырмау керек. Сосын андай нәрсе де бар екен, жалпы адам сөйлей бастайды ғой. Егер ол сөйлемдерді дұрыс құра бастаса, өйткені біз андай ғой, алып екі сөздің бірін қате айтпаймыз ғой. Арасында дұрыс сөйлемдер де бар, қате кетіп қалатын жерлер де бар. Дұрыс айтқан нәрселер демек миымызда жақсы қалыптасты,
тек біз оны қазір күшейтеміз, автоматтандырамыз деген сөз. Бірақ бізде speaking challenge өткізіп жатырмыз, қазір ол туралы кейінірек айтармыз. Соған қатысып жатқан Ұлжинат деген үйренушіміз бар. Сол кісі бөлмесін сипаттап жатып, екі нәрсенің атын білмей қалды. Сөйтті да, мен оларға айтқам алдында, сөзді білмей қалсаңыз, сипаттап беріңіз жаңағы. The thing that makes деп сипаттаңыз дейді. Сөйтіп ол айтады, сушилка бар, киім жайып қоятын. Соның атын білмеймін. I don't know what it's called, but you wash clothes and you put clothes on it дейді. Мен сушилка ма дедім, яғы аты қандай дейді. Мен де drying rack дедім. Ол жаттап алдым ай. Тіпті адам қатты қорқатын болса, қатты ұялатын болса, мен қабілетім жоқ, мен қателік көп жасаймын дейтін болса, ол тілді меңгерудің өзі қиындап кетеді екен ол адамдарға. Курсқа 3 ай, 4 ай, 5 ай қатысып жүріп, бір күні маған келіп сұрайды. Ағай, ағылшын тілі қашан бітеді дейді. Мәке, ағылшын тілі қашан бітеді? Бұл андай ғой, ағылшын тілі бітпейді негізі. Өйткені native спикерлердің өзі, оқыған адамдардың өзі, мысалы жиі оқитын адамдар жылына 400-500 сөзден үйреніп отырады дейді, жаңа сөз. Өз тіліндегі? Өз тіліндегі, ана тіліндегі 400-500 сөзді жылына үйреніп отыр. Күніне жаңа бір сөз үйреніп отырғандай ғой, енді бұл айтқанда. Сосын андай нәрсе бар. Любой екі native спикерді алып алыңыз, біреуі 14-те дейік, біреуі 60-та дейік. 60-тағы кісі бәрібір көбірек сөз біледі, көбірек идиома біледі, грамматиканы жақсырақ қолданады. Демек, ол да 14 жасында бұл деңгейде болмаған. То есть 14 жастан 60 жасқа дейін ол әлі көп нәрсені үйренді деген сөз. Сондықтан ағылшын тілі бітеді деген нәрсе жоқ. Тілді үйреніп бітіру деген нәрсе жоқ. Біз де қазақ тілін бітірмейміз, үйренуді. Мен өз жерде бір дүниені айтқым келеді да, мысалы ағылшын тілін бітіру туралы емес. Ағылшын тілін бағанағы мақсат ретінде қоймау керек, ағылшын тілін мақсатқа жететін құрал ретінде қолданса оңай болады. Мысалы, ағылшын тілінде қазір мобилографияға байланысты болсын, маркетингке байланысты көптеген материалдар бар. Керек десеңіз, Гарвардтың, Оксфордтың, бағанағы кеше көріп жатырмық қой, түрлі университеттердің әлемдік YouTube'тың өзінде лекциялары бар. Ана лекцияларды көрсең рахаттанасың да. Курсты бітіруге болады. Бір деңгейді аяқтауға болады, бір курсты аяқтауға болады. Бірақ ағылшын тілін оқып аяқтадым деген нәрсе мүлде жоқ нәрсе.